Мен кезінде осы 4-5 күн бұрын ана Польшаның президенті Лев Качинскийдің самолеті құлайтынын айтқан, түсімде көргем. Ешкім сенбей қойған сонда маған. Дүйсенбіден бейсенбі, сейсенбіге қараған түні көрген. Сенбі күні сол құлайды, тура солай болады. Мына Алиаскар қария деген болған үлкен көріп көл әулие кісі. Сол Алиаскар қариямыз 1979 жылы Наурыздың 22 күні Бестораңғұл әулиенің басында боран кемесін айтады. Баласы Ақпантайға: балам дейді, алда бір дәуір келеді, жемқорлар билейді, екіжүзділер сөйлейді, сәби сатқандар обалына тұншығады. Осындай бір дәуір келеді, сол кезде тектілер жолбарыстай жұлқынады, әруақтар оянады. Балам, жетім билейді, жетілмегенге көмектес, жетімді жебеуші көп, әруақ тимейді. Қанағатсыз елге әруақтар Алладан қаһарлы ұл тілейді. Сол кезде қайқы қылыш шөлдейді, қазы құртеңірейді, кездескен бас домалайды, ғаламат шулайды. Жемқордың туысы мен досына кебін бұйырмайды, жесір екі қара орама жалбады. Кәпірлер қашып дүниесін отқа жағады. Іші тар, қолы құрық ұзынның 4 күн дүниесі қысқа болады. Қайырымды елге әруақтар Алладан қайырымды өткір ұл тілейді, өткелінде өздері иығымен тірейді, ғұмырын тілейді дейді. Ал енді, балам, сен науша жастан бел тартқанда осы заман келеді дейді. Науша жас дегеніміз 50 жас, бел тартқанымыз деген 5 жас. Ақпантай ағамыз 1962 жылы туған болса, 79 жылы 17 жасында. 2017 жылы 62 туған жылдар 55-ке келді. 5 жас, бел тартқан деген 5 жас, науша жас деген 50 жас. Сен 55-тен асқанда дейді. 2017 жылы 62 жылы туғандар 55-ке келді. Биыл 2018 жылы 62 жылы туғандар 18-ге келді. 56-ға келді. Ал енді мына көрген түсте айтып отыр, үлкен қария келді. Айтады: балам, алдыңғы мына осы айда дейді, 4 күн дүние үлкен мейрам тойлайды, барлығы мас болады, есінен айырылып жүреді. Сол кезде көп қара тудың ішінен бір ақ ту ұстаған адам келеді. Оның келгенін ешкім байқамай қалады деді. Балам, осы түні патша құлайды деді. Ешкім түсінбейді бұның қалай құлағанын деді. Жаңа мейрамнан кейін әлгі есін жиып баққан ешкім ештеңе түсінбейді, қалай құлады, не құлады деп жатқан кезде билікке таласқан неше топтар бөлініп бір-бірімен қырқысады. Бұны көрген халық көтеріледі, үлкен қан төгіледі. Қазақтың ішіне індет тарайды, жаңа жылдың 1-ші күннен бастап ауру тарайды. Бұл емін ешкім білмейтін ауру, бұл Алладан келген үлкен сынақ. Сынақ емес, бұл наказание дейді ғой, жазалау болады. Жатқан адам тұрып дәретханаға барамай қалатын болады. Көп жастар ауырады. Бұның ауруының себебін өзге ұлттан көреді дейді, Қытайдан көреді демек. Сонда Алладан келген емші келеді. Сол айтады: мен сендерді емдеймін дегенде ешкім сенбей қояды. Сол кезде емші жылап Алладан сұраған кезде Алла тағала 12 хайуанның әр мүшесінен алып бір хайуан жаратады. Соны берген кезде елді бүкіл ғаламат шулайды, видеоға түсіріп. Сонда ғана тәубасына келеді. Тәубасы келгені соншалық дейді, итерген емес, жығылған кешірім сұрайды, итергеннен дейді. Итергеннен жығылған кешірім сұрайды. Жыртқыш пен жылқың қой мен қасқырын қатар жайлап, жылаған балаң жыланмен ойнайтын заман келеді. Бұл қияметтің белгісі. Міне алдыңғы келе жатқан жылы осы қазақты күтетін осы дейді. Үлкен қан төгіс болады. Қырғызстан қазақ артында тәубасына келеді дейді. Міне осыны айтып кеткенмен келеді. Науша жастан бел тартқан Алиаскар ағаның айтқанында келіп тұр. Абыз мұңшы Асанғайға айтады: қонысың асың Қытайдан болар, жазуың пұшайман болар, жалғыз көсемге барарсың, хабар әруақ Алладан болар. Жақсы жол бастап, жаманы райдан қайтар, тектіден датқа болар. Осыдан қазақ аман есен бір өтсе, бармағын тістер, Аллаға мінелер істер, әлемде білер үлкен ел болады дейді. Әулие бабалардың айтып кеткендерінің барлығымен мына өткендегі 3 күндегі аян тура келіп тұр. Енді бір Аллаға аян қалай болатын. Күте көріңдер, 4 аптадан кейін басталады қазақтың дүние басына келеді.